Бүгінгі біздің тақырыбымыз біздің жобабымыз. Жұмбақ тапқырлықты талап етеді. Жұмбақ жасырғанда айтылар анық нәрсені ойда бүгіп қалып, соған ұқсас нәрселерге теңеп, тұспалмен жеткізеді. Жұмбақтарда нәрсенің сан және сапа көрсеткіштері мен ерекшеліктері жан-жақты сипатталады. Мысалы, пияз туралы жұмбақты алайық. Аласа ғана бойы бар, 9 қабат тоны бар. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Бірінші жұмбақта пияздың сыртқы көрінісі сипатталса, екіншісінде сапалық көрсеткісі жайында айтылады. Олар қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім болады. Екі жұмбақта пияз туралы айтылған. Келесі тапсырмада суреттегі заттар туралы өзің жұмбақ құрастырып көр дейді. Суретте біз не көріп тұрмыз? Кітап, қияр, доп және қарбызды көріп тұрмыз. Бетін барақтап отырасың, көп білімді аласың. Өзіміз құрастырып көрейік. Бұл не екен? Кітап. Жасыл, сопақ, қатты, бақшада құлап жатты. Қияр. Домалап шаршамайды, балалар теуіп қуалайды. Ол доп. Енді қарбызға өзің жұмбақ құрастырып көр. Екінші тапсырмада ішінде сын есімі бар жұмбақтар іздеп жина. Ондағы сын есімдердің рөлін түсіндір. Ақ қиыршық еритін, аш шоғыдан жеритін. Дос. Қара сиырым қарап тұр, қызыл сиырым жалап тұр. Бұл от пен қазан. Ішінде сын есімдер бар ма? Бар. Ақ деген мысалғыда біріншісінде, екіншісі қара, қызыл дегендер, бұлар қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есімді білдіреді. Үшінші тапсырмада суреттегілерді сипаттап айт. Біздер нелерді көріп тұрмыз? Кірпі мен қоянды көріп тұрмыз. Кірпі қандай? Кірпі кішкентай, дөңгелек, денесі инелермен қапталған, қоңыр қара түсті болады. Қоян өте қорқақ, әрі жылдам, оның қара, ақ, сұр түсті түрлері бар. Құлақтары ұзын болады. Біздер көбінесе қоянды қорқақ аң ретінде көзімізге елестетеміз. Солай ма? Төртінші тапсырмада торкөздерге назым қандай оқушы екенін анықтайтын сөздерді тауып жаз. Сондай оқушы туралы әңгімеле. Сын есім туралы білетінді пайдаланып, осындай тапсырмалар құрастырып көр деп тапсырма берген бізге. Назым қандай? Ақылды, шыншыл, ұқыпты, білгір, өнегелі, әдемі оқушы. Енді бізде өзіміздің сыныптастарымыздың ішінде анамызды немесе бауырымызды біздер осындай сөздермен сипаттай аламыз ба? Мысалы, менің анам ақылды және сұлу. Сыныптасым алуа талапты, алғыр. Менің бауырым өнерлі жан деп осылай біздер не істей аламыз? Сипаттай аламыз.